Сәлем достар деп бастайық. Бүгінгі біздің істейтін жұмысымыз сканер арқылы қалай PDF-ке айналдырамыз қағазды. Ол үшін бізге мынау FS Capture деген программа керек. Осы программаға кіреміз. Программа кіргеннен кейін мына жерде бізде настройка деген шығады. Осы настройканы басып, сканирование деген кіреміз. Бізде осындай терезе ашылады. Мына жерде бізде сканердің маркасын таңдаймыз, яғни принтердің маркасын компьютерге қосылып тұрған. Және де сканировать деген басамыз. Басылғаннан кейін бізде мына жерде негізгі терезе ашылады. Осы жерден выбор цели дегенді аламыз. 300 емес 150 dpi-ға басыңыздар болады. Және де сканировать деген басамыз. Сканировать жүргізіліп жатыр. Жаңа салған қағазымыз ашылды. Енді былай теріс түсіп қалды деп уайымдаудың қажеті жоқ. Мына жерде бізде екі бағыттағы стрелка тұр. Осы стрелканы басу арқылы оң қаратып аламыз. Енді бізде мына жерде үшінші батырма тұр. Бұл убрать наклон дейді. Яғни файлдарыңызды қисықтап қоятын болсаңыздар, осыны түзіліп береді. Енді бұл жерде тек қана бір ғана файл емес, бірнеше файл болуы мүмкін. Сол бірнеше файлды бір PDF-ке салу үшін келесі парақты салып, сканировать деген тағы басамыз. Міне екінші файлымыз ашылды. Мұнда жаңағыдай туралап аламыз. Енді сохранить деген басып, осы жерден бізде формат, качество, имя файлын сұрайды. Бізге форматқа міндетті түрде PDF-ті қоямыз, качествоға 80-85 қойсаңыздар болады. Себебі 80-85 қоятын болсаңыздар, мына жерде көп көлемді памятті алмайды. Сол үшін мен 80-ге қоямын. Мына жерде имя файлы дейді. Имя файлын өздеріңіз қоясыздар. Диплом болса диплом, кесте болса кесте. Одан кейін мына жерде папка ввода деген бар. Үш нүктені басамыз. Яғни бұл қай жерге сақтау керектігі. Біз рабочий столды басу арқылы мына жерден жаңа папка құра аламыз. Жаңа папканың мына жерге атын қоямыз. Мысалы диплом деп, болмаса кесте деп. Мен мына жерде кесте деп ашып қойғам. Окейді басамыз. Және окей. Бізде жаңағы PDF ретінде сақталды. Ашып қарайтын болсақ, мына кесте тұр. Енді келесі екінші диплом жасайтын болсақ, бұл жерде шығып кетудің қажеті жоқ. Мына жерде X деген батырма бар. Осы батырманы басу арқылы өшіріп тастаймыз. Және бағанағы диплом салып, қайтып сканировать деген басып жасай береміз. Өте қолайлы программа. Пайдаланыңыздар. Айтпақшы, лайк басып тіркеліп кетеміз.